Отбасы адамзат баласының дүниеге шыр етіп келгенде есігін айқара ашып енетін үйі, өсіп ер жететін, тәрбие алатын, аса қажетті әрі қасиетті алтын бесігі. Қай заманда, қай елде болмаса да, отбасының адамзат ұрпағына ықпалы мен әсерін өмірдегі басқа еш нәрсенің күшімен салыстыруға болмайды. Отбасының ең маңызды қызметтерінің бірі тәрбиелеушілік міндеті. Оны қоғамдық тәрбиенің ең тиімді деген жүйесі де алмастыра алмайды. Оның негізгісі баланы өмірге келтіру ғана емес, сонымен бірге оған әлеуметтік мәдени ортаның құндылығын қабылдаттыру, үлкен ұрпақтың тәрбиесін жас ұрпаққа жеткізу, бойына сіңіру, яғни балаларын өздерін қоршаған ортаға және қоғамға пайдалы азамат етіп өсіру әке-шешенің ең маңызды міндеті. Ата-ананың басқа да отбасы мүшелерінің өмір сүру тәжірибесі, жүріс-тұрысы, өз міндеттерін таза атқару, бір-бірін құрметтеп сыйлауы бәрі де үлкен мектеп, тәрбиелік мәселе. Отбасынан тыс та тәрбие бар. Қазақ ұлың өлсе, ұлы жақсымен, қызың өссе, қызы жақсымен ауылдас, көршілес бол дейді. Ата-ананың жүріс-тұрысы, сөйлегені, іс-әрекеттерінің барлығы бала үшін үлгілі. Осы негізде бала алдында ата-ана өте байсалды, сабырлы болып, жақсы тәрбие көрсетуі керек. Мәселен, Абай Құнанбаевтың 19-шы қара сөзінде: адам ата-анадан туғанда есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп, білген жақсы нәрселерді ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды. Сонда адам десе болады. Мұндай сөзді естігенде шайқақтап, шалықтанып, не салбырап, салғыртанып естісек, не естіген жерде қайта қайырып сұрап ұғайын деп тұшынбаса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де шыға беріп қайта қалпына кетсе, есітпей не керек? Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзін танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен, сол секілді сөз болады деп атап өтеді. Заманға сай, отбасында бала тәрбиелеу аса үлкен жауапкершілік пен білімді талап етеді. Қазақ үшін отбасынан киелі ештеңе жоқ. Өмірге келген нәрестеге ана махаббаты мен кіршіксіз таза көңілі ауадай қажет. Отбасы сыйластық, жарастық орнаған орта. Отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. Мағжан Жұмабаев былай деген екен: ата-аналар баланы тәрбиелегенде дәл өзіндей тәрбиелеуге тырыспау керек. Олар баланы өзіне күшті етіп тәрбиелеуі тиіс. Өйткені олардың заманы ата-аналарының өмір сүріп отырған заманына қарағанда анағұрлым күрделі, талабы жоғары болатынын ұмытпаған жөн. Баланың тәрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының әсері мол. Отбасының ең маңызды қызметтерінің бірі тәрбие беру. Тәрбие тал бесіктен басталады. Әкенің батырым, шешенің құлыным деген сөзін естіген балада жақсы сезім туатыны белгілі. Мұстафиннің ата-ананың міндеті тәрбиелеу және жақсылықты үйрету деген сөзінде көп тәрбие жатыр. Бала тәрбиесі ол дүниеге келген алғашқы күннен басталады. Өнегелі ұрпақ тәрбиелеу әр ата-ананың арманы және борышы екені даусыз. Әрқашан отбасымыз аман, босағамыз берік болғай.